Астанада 100 жаңа есімді анықтауға арналған офлайн акция басталды. Басты ерекшелігі ұйымдастырушылар халық көп шоғырланатын жерлерде арнайы анкета таратады. Әр адам бұған өзінің не таныстарының үлгі боларлық тарихын жаза алады, ал жиналған ақпарат кейін ел.kz сайтына жарияланады. Жалпы бұл портал елбасы мақаласында тапсырылған еліміздің 100 жаңа есімін анықтауға кірісіп кетті. 2 айдың ішінде сайтқа 1000-нан аса электронды өтініш түскен. Офлайн акция бұл көрсеткіштің одан әрі артуына және 100 жаңа есімге лайықты кейіпкерлер табуға көмектеседі дейді ұйымдастырушылар. Бұл жобада барлық адамдар қамтылу үшін біз сол үшін офлайнға шығып жүріп отырмыз. Негізі Астананың бәйтеректің жанын таңдаған себебіміз қала қонақтары өте жиі келеді. Сондықтан да барынша ауқымды шара болсын деп бүгін осы шараға шығып отырмыз. Біздің журналистер адамдардан, қала қонақтарынан, астаналықтардан өтінішті жазбаша алып, қағазға түсіріп олардан. Сосын сол өтініштерді біз сайтымызға салатын боламыз.